Саңа алғыш эте чыгам атаңа, сені ұнутурча күн туумаз маңа, буз кебик суық сууларыңнан қандым, сені тансықлап желадым қуандым. Ичерме қапланып терк сууларыңа, қор болайым туған жеріммен саңа. Деп жазы эди бизди белгили поэтибиз Кулилян Кайсын. Кайсын бош сагынмаганда бу түзгүлледе туған жерини сууларын. Bir sağış ettiğiz қалай иги көрінеді ұзақ жолдан келіп, суық шаудан суны, не де айранға гара суны қошып, суса бетіп ішсең. Шаудан суны тазалығы бұла суықлығын сезер үшін бір ұртлап қойсаң да тамамды деп тауда алай айтып тұрғандыла. Малқар халқының духовный культурасында да ұлымағана берілгенді. Радиологизмледі, нарт сөзледі де адамны ақыллығын, білімлігін айтыр үшін, сөз үшін су кебік біледі деп айтса, су кебік жеңіл деген мағана бұл айтылмайды, суша біледі. Несейрім абарт заманда әлімле жерткенге көре су информацияны жүрткен зат. Андан sonra башында су жоқты деп айталар, ақылы болмаған адамны. Мен көлім аманат еттесең, ішінде адамның көл сөз үшін башқа түрк миллетлерге сорсаң, айтсаң, анда алада жоқты. Мен көлім боқланған деген сөзге ала мое озеро возмутилось деп алай көчірелер. Bir zatına arıulığın, kelbetlігін көргішті біздеселі таула су сұрат gibi arıu деп суыны келтіргенділі. Суыны arıulığıça arıudu деп. Біздің миллетибиздин тарихында су улуу жерini алганды. Табиғат болумланы тазалығын сақлау біздің миллетте не заманда да иги сақланғанды. Суусуз жашау болмаған толы білгенділі. Ичерге жараған таза суулага тауылға жеті суыны санағандыла. Қою су, қара су, гара су, шаудан су, қар су, черек су, жауын су. Адамны, адам ұлыны жашауында су ұлымағананы алады. Сусыз не бітім өстірге, не аш су өтерге амаллар болмағанда адамланы. Таулава кескіз білгеліктен су жауын зат азырақ болған жерде жашағандыла. Тауда Малқар аузында, Холан бізің аузында, Чегем аузында жауынла аз болғандыла. Аны себептен еліні сула жалчытырча табырақ жеріні izlegенділе. Улы суға жуық салмағандыла, улы суға қошылған кетче су чұқлаға, аланы қатында салырға күрешкенділе. Нек дегенде таулыла жерчілік біла бір заманда қатты күрешкенділе. Жерчілік біла сусыз суғарылмай жерчілік біла күреш алмағандыла. Аны себептені бірінші ел орналғаннан sonra uzun elipille arıqla tartxandıla. Bağçalarını, saballықланы, el kütülerini, çallıq жерlerini suğarğan etkendili. Nek degende kızı zamanda kırdık bitimle küyüp ketmezçem suğarmasan yukta alalıq tüyleli, mal da kütalık tüyleli. Anı sebepten Malqar auzunda, Çegem auzunda, Xolam auzunda da bek uzun elipilli bolğandılar, Qaraçayda da. Bizni ata-babalarımızны köp ömürlede beri ol elipillerini işlep durğandılar. Su barça tab etip durğandılar. Anı bir-birleri bir neçe kilometrge deri jetkendiler. Ol su'la jalçıtırça ençi iyellerini. Birinci anı jerin, annan meni jerim, annan başkanı jerin dep su'la alay jalçıtkandılar. Gara su'lanın darmanlığın tavlı halk erteden bilgendi. Ol su'lаны aşazıqqa koşmağandılar.
içken etkenliki. Bizdeçe sular bir jerde de yok derge bolluktu. Nekdesegiz bir sular Fransiyadan bolsun, kayda bolsun anda çıkan sulaga bir жерleri bile da ozdurmayla. Anı mağanasını biz bilirge kerek. Biz tavlu halk yaşayan jerde çıkan gara sularını, darman şartların büttöw dünyaga belgileterek kerek biz. Su baylığı jerimizni bek ulludu. Gitçe kezde üçükleden başlap, күн таяклап дейіп жылтыратқан чучурлага дери. Табигатыбызны арылугуна карарга жер-жерлерден көп туристлер келедиле. Көбү суга саулыкларын түзөтүр умутла. Biz barыбыз да билгеликтен биздин жерибизни сууларын саулыкка жараган көп түрлүү дарман элементтери бардыла. Артыксыз да гара сууладам. Жашауда суунун маганасы неден да уллуду. Адамны чархы 75% суудан болган барыбыз да иги билебиз. Калдай суу ичсек да саулыгыбыз аңа көрө боллукту. Аны себепле içerik суну сайлаганга улуу эс бурурга керекбиз. Абадан адамны чархы 40 литрге дери сууду. Башкасыча айтканда адамны жартысы сууданды. Bizne etibіз суны болушлығы була клеткаларызға витаминли эм макроэлементле келтиреді. Су ашны эритtirге, эм адамны кеси керегине тап барырга себеплик этеді. Боштан айтмайдыла, ичин қатса ач болганда стаканла bir су ичтип. Бек башыва су жашлыкны шауданыды. Алимле адамны картаю клеткалада суусун затны жетмегени биле түзүллей байламыт дейдиле. Адам картая барганы сайын су саплык сезим азаяды. Аны хатасынан адамны чархы куруйду. Ма аны үчүн картайган адамла суусун затланы каллай бир ичериклерине эс буруп турурга керекти. То дүйнөні әлімлері күрешелі, аны бұла бек ұлы мағанасы болғанын айтып айталырча да түйілді. Бізді чархыбызда, сөз үшін айтқанда, бізді чархыбызда 4-тен 3-сі суды. Құран оқына білген ұлы мағанады. Аны себептен сусыз бізді чархыбыздың ішінде бір зат болмайды. Сусыз жашау жоқту. Sonra adam суны күнге қалай бір içerge керекті? Ну санағыз, күнге адам ненше су тас етеді, қалай бір тас етеді суны. Адамда сейдіге біле су 1 литрден 1 литр біле жарым литрге дер кетеді күнге. Sonra терлегені біле дағыда жарым литр кетеді. Аны санасан 5 газдан 2 литр суны адам тас етеді күнге. Мол тас еткенін жеріне қайтарға керекті. 5 газдан адам ішсе 1 біле жарым 2 литр су ішерге керекті. Ол 5 газданды. Аны башынан да бір ауыр іш біле күрешкен болса, Алла адамлауа бүтінді көбірақ су ішерге керекті. Суны газсыз ішерге керекті. Газ бұлай сула хайыр келтірмейлі адамға. Хайыр оғай хайырдан башқа хата келтірелі. Аны себептен соқланып черге жарамайды. Ала концентрированный затла болучулада соқланда жарамайды черге. Суны бұзылатып, аны ерітіп ішсе, аннан иги жоқты. Суны да білген жерден алып içerge керекті. Кран суны көп жерлерде içсе де ол да иги су түйілді. Көп жерде хлор қошылады кран сулаға, микроплан өлтіреміз деп хлор қошалла. Анда арулабала içerge керекті. Көбі субсатты фильтрле салып, фильтрле біле өттіріп, ол хлорны солланы затланы кетереді судан. Ала içелі. Көбі су шаудан судны içелі. Но барысынан да иги су бұзылатып, ерітіп ішсе, ол суны бүтту тапсыз керексіз затлары кеткен етеді. Sonra біздің чархыбызға керек затла қалалы ол суда. Sonra дағыда судап сағатта бек көп микроорганизм дейік болады сулада. Түрлі ауруланы шығарған микроорганизмле. Аны себепле суланы білмеген жерлерден алып içerge жарамайды. Бүтін да буречкалада затлада суланы içerge жарамайды. Ол инфекционный ауруланы жаяды. Аллай суны içкен адамлар. Аны себептен içсең білген источнигінен алып içerge керекті суны. Sonra бүткеллерде сатқан суладан бутилированный воду дейлі. Анда içсе жарарықты. Sonra artzamalada bu sudan zaran жетіп алған адамға боламыз ба? Болалы.
болалла жашауда адам харзатыны да қарап контрольда тұтып тұра алмайды. Аны себептен ол водохранилищеларға заражаться еткен затлада болучула, микроплавла. Ол заманда ол кран суға келсе, болучу да алай. Но біздің псуғатта жашауда бек азды алай аурула. Судан кишечный инфекция была аурула адамла. Кишечный инфекцияла, кишечный палочка сугла жайылады, көп түрлі инфекционный аурула сугла жайылалы. Бұрын заманлада адамла кездеуледен шаудалладан таза суық суны алып тұрғандыла. Қиналып суны күн сайын ташыған еселеде алай су саулыққа да заран етмеуші еді. Алғын суға кірлені атмайды адамла. Қартылаға сорсаң да суны тазалығын бек сақлайлы. Нектесек алғын ұлы сулан қатында жашаған әлілі ұлы судан да алайлы, алған суны ашарға черге, ашазыққа, қошарға, гітче суладан да бар әлі, алайлы. Сағаттава кесігіз білгеннен суны қырал күші біле келтіріп адамларының квартирлеріне, үйлеріне крамла берелі. Ан себептен адамла суны тазалығын үшін қайғы етмейлі. Сағатта барып қарасағыз, Хасания еліне, Ақсу еліне, башқа жерлері қарасағыз, бағышланы келтіріп суын төгерегіне төгіп тұралла. Ол бек ұлы айыплы ішке қар заманда да саналғанды. Мен сағыш еткенін көре аланы тазаларға керекті. Нектесегіз су әру болмаса, таза болмаса, табиғатта таза әру болып түйілді. Бізіне жері біз кесігіз білгеліккен курорт жерді адамла келіп көріп бұлайны тазалығын әрулығын көріп, таза хауа абласы олып кетерге сүйелі. Аны көргелі екінші қайтып келіп түйілділі. Бізде киче заманымызда су была, шөлді су башқа түрлі. Мен Хабаз елде туғанмын, Хабаз елде жашағанбыз. Киче заманымда, мында көчкен заманда есімдеді балық суны, балық судан, ашта суда içкенде аны дейік. Шөлді көға, ол судан адыр жуар қоқырнақ жүргенген етерлі. Аны басынан келген суны көрсең, анда болмаған жат жоқты. Ануға кім етеді? Ануға бізді кебек адамды етерлі. Шөнді ануға жүн жуалла қарып тауылан асамайлы. Краннан келеді су. Сағатта крандан су келген ақ болып қалады. Түс демек тытырча ақ болып, ол чөккінші дераны жерге жарамайды. Ол суны içкен адамнуға саулығы қаламайды. Сіз суны қалай ташып тұрған? Суынуа ташып тұрған әлі су ағатшылабыла, челектілебіла, аланы келтіріп, аны бұла аш су етіп, ала жашарандыла. Сударманды деп, бошын айыққа айтмай, тізен сүнден айталықсыз сударманды. Су, телевизорда айтады құрыда. Сударманды суыны içегіз заманында, су көп içмесегіз, аурулы болық. Аш үчіде төзеріксе, су үчі төз алып. Sonra bu saatte size kesiğize bazın alamız krandan sunu içerge. Ну, içemiz bizde su kişpekten keledi de, ben içemem. Bugünlükte köp adam kran sunu içerge bazınmağallay sunu közevleden alıp duradılar. Alla közevleden biri aq su el dedi. Gün sayın bulaytın ötsen köple su ala turganın körürge bolluqtu. А вы часто здесь воду берете? Месяц 2 раза. А вы чувствуете разницу вот, воды из-под крана и воду из родника? Да. Под крана сразу накипь дает чайники, а эта вода накипь никакой не дает. Стоит 2 недели, даже больше. Вкусовые качества отличаются от воды с крана. Очень приятно его пить. Даже обследуя эту воду по содержанию химическому составу, все соответствует ГОСТу. Тут очень многие берут. Половина Нальчика, наверное, приезжает. Вот видите, раньше была здесь одна труба,
и очередь создавалась. А теперь хорошо ребята сделали. 3 трубы, сразу 3 хозяина, 3 человека могут набирать. И очередь такой уже нету. Siz bu suyunu bayda erteden balasız. Xal begerteden. Anne zaten jaratası başkalıgın göremiz kran sudan. Көрмей ya bu суны içебіз, ашқада мұны қатыштырабыз. Краннан шыққан суынуға бет, қол и үйдегі жұмысшыларға. Sonra siz aytqanga göre siz aslında suyunu da bu suyla etesiz. Xal. O amalay onuğuza var mı da her günden gelip bunu alıp durgan? Har күннен бармайбыз. Барсақ 5 литрлік шише алабыла алып келебіз. Иыққа 2 кere. Kramda kelüçü xlor katış suyunu sağlıqqa zararı жоqtu deydili. Alay esida xlornu mutageni em kanserogeni qılıqları bardıla. Ol sebepten allay suyunu xayırlangandan alğa filtrlebe tazalarga kerekti. Alay bolmasa krandan kelgen suyunu 10 saatın içinde xayırlanmay tutarga kerekti. Suyunu qaynatsağız xlor tulpubla ketidi degen xabar da ötürüktü. Suyunu ol halda tazalau zaran keltirige oquna bolluqtu. Ісі болмаған химия затла суны бек жылытқанда, қайнарға жеттіргенде саулыққа да бек осалдылы. Через 10-15 лет даже в нашей республике, где очень много водных ресурсов, будет большой дефицит чистой воды. Как ни странно, казалось бы, что у нас очень много воды, и она очень чистая. Но вот работы, которые проводятся у нас в университете, я вчера проводил заседание как председатель общественного совета Министерства природных ресурсов и экологии нашей республики. И там этот вопрос стоял первым и очень остро. Состояние вообще водных ресурсов республики. Было отмечено и сказано, я должен сказать, что с такой долей грусти, что все-таки вода в нашей республике меняется и очень серьезно. Какие проблемы? Но основные проблемы заключаются в том, что... Көп болмағалы Министерствода табиғат байлықланы тінткен заседания болғанды. Суны үсінден сору анда бек бірінші тінтілгенді. Бек жар сулуды, алай біздің жеребіздің сулары күннен күнге аманнан аман бола барадылы. Айтқаларына көре, су байлығы ұлы болған біздің республикабызды оқына 10-15 жылдан таза суланы саны бек азайрықты. Аңа не себеплік етеді десеңіз, бек бірінші ұлы су ырқыла, ала біргелерінде минерал қошақлабы органический элементте келтіреді. Бұл затланы көбі суға суда еріп қалады. Суны не бек тазаласа да, аланы бір кесектері қалай болса да суда қаладыла. Гитче санлада болсала да, ала саулыққа заран жеттірге боллықтыла. Су ырқыладан сора айтырға сүйгенім хавада болған заран кесекле. Ала барса учуп чыран бузлаға көчеділі. Бузла эрейділі, эм қобан сулаға теңізлеге барадыла. Эм ақырындава ол сула бізні үйбізге келеділі. Қабарты Малқа республикада су байлықны сақлау, эм аланы тазалау жұмышлабы бек бейікте түйірділі. Бұ сағатта ичерге таза суны хар жерде табарға оң жоқты. Суны керекісіше тазаларға көп түрі жұмыш етіледі. Айтқанымча көп болмай министерствода болған заседанияда бізді кафедрабызны ішчілері суны керекісіше қалай тазаларға оң ізлеп, түрлі жорықланы тінткенділі. Бұл сағатта Қабарты Малқарына алай оңлары болмағанлыққа алай ала табырыла деп, эм ичерге жараған су көптен көп болыр деп ышанамыз. Қалай алай болса да суыбыз бек аман түйірлі. Алай бұл сағаттача біз суға ұлы әс бұрмағалай аны сақламасақ, 1-2-3 жылдан ичерге жараған таза суыбыз бек аз болуқты. Помимо того, что я там обозначил селевые потоки, естественно, конечно, за счет переноса вредных газов, за счет переноса аэрозольных частиц, они все оседают, они уходят в снега, они уходят в ледники, потом ледники тают, и они попадают в реки наши, они уходят по поверхностным, по подземным стокам, и в конечном итоге попадают к нам на, я бы сказал так, на наше обслуживание, и в первую очередь на то, чтобы пить ее, готовить пищу, ну и так далее. Вот с этой точки зрения есть тоже, конечно, серьезные проблемы. Ну вот есть и
очертить те проблемы, которые, или те источники загрязнения, это вот селевые потоки, это вот осадки в виде газов, которые потом адсорбируются в виде аэрозольных частиц. Это сельскохозяйственное производство, это сброс грязных вод с отходами сельхозпроизводства в реки, в водоемы. Это, конечно, и часть производства, но, к счастью, сейчас у нас вот таких больших промышленных производств не стало. С этой точки зрения, конечно, наступило какое-то облегчение. Но, тем не менее, мы должны быть очень озабочены водой. Еще раз хочу повторить, что вода – это как кровеносная система человека. Будет плохая кровь, все здоровье будет нарушено. Поэтому к воде надо относиться очень осторожно, аккуратно. Жар суга бу сагатта экология түрлөнгөнлер себепле суу да түрлөнө башлаганды. Аңа кошулуп адамна кесleri да бу жумушка артык эс бурмайдылар. Биздин жерибизде артыгыраак да суу боюлада көп адам солуйду. Жар суга биргелерине келтирген хантладан калган багушка коюп кетедиле. Бир шексиз ала табигатны алында жууаплыкларын аңламайды. Жерге түшкен багуш 100 жылга дерде чирip бошай алмайды. Бүгүнкү адамдын аурулары 75% табигатны тапсыз болуму менен байланмады. Бу иште адамны кесинин терслиги уллуду. Har адамны эсинде турурга керекти. Сууну жашауында калдай улуу маганасы болганын. Суубузду саклар үчүн табигатыбыздын тазалыгына улуу эс бурурга керекти. Бу жумуш ар инсанга да адет болуп аны тутарла деп биз да бек ышанабыз.